Қайырлы күн, менің сүйікті оқырмандарым, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай творожный рогаликидің оригинал рецептімен бөлісетін боламын. Каналға тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Творожный рогаликиді жасау үшін бізге ең бірінші бөлме температурасындағы сары май, жұмыртқа, қант, творог, қопсытқыш және 500 грамм ұн болса жеткілікті. Ұнды алдын ала електен өткізіп аламыз. Қыздар, творожный рогаликиді жасау үшін бөлме температурасында еріп тұрған сары майды осындай чашкамызға салып, одан кейін қантты салып, екеуін жақсылап, бір келкі масса болғанша миксерлеп алатын боламыз. Міне қарасаңыздар, осындай масса болады. Міне осындай масса болғаннан кейін 3 жұмыртқамызды тағы да салып, осылай миксерлеп алатын боламыз. Бір келкі масса болғанша миксерлеуді кеңес етемін. Одан кейін мінекей 250 грамм творогты осындай ірі күйінде де, майда күйінде де қолдана беруге болады. Лопаткамен немесе қасықпен араластырып жіберсеңіздер болады. Егер ірі болып тұр десеңіздер, оны блендермен, миксермен араластырсаңыздар да болады. Енді ұнға қопсытқышты салып, үстіне жаңағы сұйық массамызды құйып, қолмен ақырын ғана қамыр илейтін боламыз. Қамырды қатты баспай илейміз. Қолға сәл жабысқақтау болады, бірақ дегенмен де қатты баспай, артық ұн қоспай илей береміз. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді. Қонақтарыңыз бұның рецептісін сұрайтын болады, міндетті түрде. Мінекей қамыр дайын болды. Осылай илеп болғаннан кейін пакетке салып, бір жарты сағатқа бөлме температурасына қойып қоямыз. Болды, одан кейін рогаликилеріміз жасай береміз. Жарты сағат өткеннен кейін осылай 5 бөлікке теңдей етіп 200 граммнан бөліп алдым. Мінекей осылай дөңгелектеп бір шетке қойып қоямыз. Бір ғана күлшесін алып, дөңгелек етіп жаятын боламыз. Жайған кезде ұн сеуіп отырып жаямыз, өйткені біздің қамырымыз жабысқақтау, сол үшін де ұн себе отырып жаюға кеңес беремін. Дөңгелек етіп жаюды ұмытпаңыздар. Қараңыздар, өте керемет, өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді осылай 10 бөлікке бөліп алатын боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп, бірінші осылай қиғашынан, одан кейін тағы да солай, міне осылай қалыңдықта болу керек. Қатты қалың да емес, қатты жұқа да болмауы керек. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет. Рецепті өте қарапайым, үйіңізде творог болса жеткілікті. Енді осы дайын болған үшбұрыштарымызды осылай шетінен бір-бір тіліп шығатын боламыз. Дәл осындай етіп барлығын жасап шығасыздар. Өте керемет, яғни бір жайған қамырдан бізде 10 штук шығады. Мінекей қараңыздар, тура видеодағыдай етіп орайтын боламыз. Өте қарапайым, жасалу өте оңай қыздар. Егер сіздерге рецепт ұнаса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Мінекей енді орап болғаннан кейін үш жағына осылай жұмыртқаны жағамызда орап, бүктелген жағын астына қаратып, противенге орналастырамыз. Міндетті түрде бүктелген жағын астына қаратуды ұмытпаңыздар. Тағы да біреуін жасап көрсетемін. Қыздар, сіздерге видео рецепт ұнаса, төмендегі поделиться батырмасын басып, өз туған туыстарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Міндетті түрде осы творожный рогаликиді жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Өте керемет болады. Бір жасағаннан шығады, жұмсақ болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет. Біз осылай рогаликилерді бүктеп болғаннан кейін міндетті түрде үш жағына жұмыртқа жағуды ұмытып кетпеңіздер, және үш жағын сәл тартыңқырап барып орасаңыздар да болады. Мінекей барлығы дайын болды. Енді бетіне жұмыртқаны жағып шығатын боламыз. Жұмыртқаның сарысын жақсаңыздар да, немесе бір жұмыртқаны солаймен араластырып жағып жіберсеңіздер де болады. Және болғаннан кейін бетіне әдемілік үшін мен мак септім. Егер оны сеппесеңіздер де болады, өздеріңіздің қалауларыңызға қарай. Бірақ міндетті түрде жұмыртқа жағуды ұмытып кетпеңіздер. Өте керемет болады. Мінекей осы дайын болғаннан кейін бірден қызып тұрған пеште 25-30 минутта пісіп шығатын болады. Осылайша біртіндеп пісіріп алатын боламыз. Мінекей қараңыздар, аз ғана уақыттың ішінде біздің рогаликилеріміз дайын, өте жұмсақ, сондай балғын болып тұр. Қыздар, рецепт сіздерге ұнаса, міндетті түрде осы каналға тіркеліп, өз құрбыларыңызбен бөлісіп қойыңыздар, және видеоға лайк басуды да ұмытпаңыздар.